Құрметті мен подписчиктерім, біз бүгін голубцы тамағын әзірлейміз. Бізге бар жоғы 500 грамм фарш, 300 грамм күріш, пияз, сәбіз, картоп, болгар бұршысы қажет. Мен көкөністердің бәрін қабықтарын ашып, жуып тазалап алдым. Енді осыларды тураймыз. Пиязымызды барынша майдалап тураймыз. Үккіштен өткізбегендеріңіз абзал. Оның суын ағып, балжырап кетеді. Пиязымызды майдалап тураймыз. Біз пиязымызды майдалап турап болдық. Сіздер де осылай майдалап турасаңыздар болады. Енді сәбізімізді майдалап тураймыз. Мен бір сәбіздің бәрін қоспаймын. Бұл сәбіздің жартысын қосамын. Осы сәбізді барынша майдалап тураймыз. Сіздер де осылай майдалап турап қосыңыздар. Өйткені ол күрішпен бірге бірдей пісетіндей болу керек. Енді осылай барынша майдалауға етіп тураңыздар. Біз сәбізімізді майдалап турап болдық. Сіздер де осылай майда етіп тураңыздар. Енді біз петрушкамызды тураймыз. Петрушка көп қоссаңыздар да болады. Мен барын қосып жатырмын. Укроп болса, укроп қоссаңыздар да болады. Мен балдарым қосқанды жақсы көреді. Петрушкамыз турап болдық. Енді помидорымызды майдалап тураймыз. Помидор қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен түрлі түсті болған ұнатамын, сол үшін мен помидор, укроп, петрушка, чеснок не бар, соның бәрін қоса беремін. Сәбіз, помидорымызды үстіп майдалап турайсыздар. Сіздер де үстіп қосып көрсеңіздер болады. Бұрыш қосамыз, тұз қосамыз. Помидорымызды турап болды. Енді күрішімізді қосамыз. Енді бұрышымызды қосамыз дәміне қарай. Қалауларыңызша қосасыздар дәміне қарай. Тұз қосамыз. Сосын бәрін араластырамыз. Дайын болған салмамызды болгарскийдің ішіне саламыз. Салмамызды салған кезде бір саусағымыз сиятындай етіп орын қалдырамыз. Ана ішінде күріштері ісінген кезде болгарскийіміз жыртылып кетпейтіндей болу керек. Біздің голубцеміз дайын болды. Бізде осыншама штук болды. Енді сорпамызды дайындаймыз. Сорпамызға пиязымызды майдалап турап аламыз да, қызып тұрған майға қорып аламыз. Қалаған мөлшерде майыңызды қосып, пиязымызды қызартып қорып аламыз. Сорпамызға осылай сәбізімізді ірі етіп турап аламыз. Сіздер де осылай ірі етіп турап алсаңыздар болады. Енді осы турап болған сәбізімізді майға қорып аламыз. Енді осы қорған затымызға бір ас қасық томат салып араластырамыз. Бір шай қасық шекер салып жібереміз. Сонда томаттың ащылығы білінбейді. Біздің құрмамыз дайын болды. Енді 1 литр су құямыз.
Құйған суымызға осы дайын болған голубциімізді саламыз. Голубциімізді тік саламыз, өйткені ана ішіндегі салмалар шығып кетпес үшін осылай тігінен қоямыз. Қазір бәрін қойып алайық, сосын бәрін тігінен қоямыз. Енді картошкамызды осылай турап аламыз дайындап. Дайын болған картошкамызды болгарскийіміздің үстіне саламыз осылай. Енді үстіне су құямыз, картошка болгарскийіміз батып тұратындай. Енді крышкасын жауып, бір қайнағаннан кейін тұзын көреміз. Біздің тамағымыз дайын болды. Енді тамақтың дәмін көрейік. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша қаймақ болса қаймақ, майонез болса майонез дайындап қойсаңыздар болады. Бізде укроп, петрушка, ащы бұрыш, майонез. Енді бәрімізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.